Армысыздар, құрметті оқырмандар. Назарларыңызға Жібек жолы мектеп-лицейінде жұмыс жүргізетін Мәдени мұра үйірме жетекшілігімен ұйымдастырылған 2020 жылы 110 жасқа толатын еліміздің ер жүрек батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлына арналған жүріп өткен дара жол атты іс-шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау мекенінде дүниеге келген. Бауыржанның өз әкесі Момыш еті тірі, қолы шебер, көкірегі ояу, көңілі сергек, терең ойлы жан болған. Бауыржан 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалімдік қызмет атқарады. Сонда жүргенде кезекте әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда 1,5 жыл жүріп, запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайта оралған соң, біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді. Одан кейін Қызыл армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота командирі болады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады. Сіздерге арнап біз не жасады? Дұрыс жасады. Я? Мына осы дұрыста кімнің суретін көріп тұрмыз? Жарайсыңдар, біздің атамыз Бауыржан Момышұлы, я? Яғни балалар, Момышұлы атамызды біз кім деп танимыз? Өте дұрыс, қайталаймыз. Кім айтады? Өте дұрыс. Жарайсың. Тағы да кім айтады? Өте орынды. Жарайсың. Тағы да кім айтқысы келеді балалар? Атамыз туралы. Жарайсың. Елін, жерін, отанын кімнен қорғаған екен? Жауларымыздан қорғалған ұлы тұлға екен. Жарайсың. Біз майданда болдық, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түндемей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Бауыржан, бір дауыл кеп сапырды өрттенізін, теңсетіп, темір топан дүние жүзін. Бетінде туған жерден өшпесе еғіп, ер жазды, өз қолымен жүргенізін. Ақынның да сұңқардай жүрегі бар, алқындым бір көруге болып құмар. Көктемде күркіреген күн даусын, жел естіп, желкілдеген күн. Нақ сол кезде естідім мен ерді бірін, атағы атын алып келді бұрын. Үстінде туған ердің тұрды толқып, Бауыржан Момышұлы деген бөлі. Бауыржан Момышұлы айтқылылы. Дәл қазір қазақтау жоқ сенен асқан, ерлігің таусылмайтын ұзақ дастан. Қаһарың қатты соққан дауылдай боп, дұшпанын қалтыраған мысын баққан. Ақ қайық мұзбалаған көкте жүзген, тояттап заңға шынмен қиял көрген.
маған, тар жолда сенген еді халқың саған. Сондағы батыр туған көз алдымда, майданда ақ семсердей жарқылдаған. Ағасын қайта бекі тумай тұғын, алпысқа от жүрегін қимай тұғын. Туған елдің құшағын кең десе де, даңқың бар жоқ құшаққа сыймай тұғын. Ана тілін ардақтап, көшеде бояу ерін сұлқылдаған, бұлдырлап орысшалап жырқылдаған. Ұмытып ана тілін, салт санасын, бей қалды тілімізде жыртылған. Отбасы түсініксіз жатқан бұлдыр, газетте қазақ сөзі аз, шылдыр-мұлдыр. Оқсан алып кітап шым-шытырып, ойпырмай, сандырақ па бұл не бұл жыр. Бауыржан атамыздың сияқты өмірі еңбекті іске толы, қасиетті тұлғаны жете біліп, оларды мәңгі есте сақтау біздің қасиетіміз, борышымыз. Осыны ұмытпай